Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәл осындай банкадағы тамақты жасайтын боламыз. Алдыменен қобыштарымызды банкамызға сиятындай қылып кесіп аламыз. Осылай екі банкамызды аламыз, 1 литрлік. Етімізді саламыз. Бірін-кетін осылай салып шығамыз. Бұрыш саламыз. Тұз. Крышкасын осылайша қатты жабамыз. Біз бұған су құймаймыз. Осындай қайнап тұрған суымызға 2,5 сағатқа қоямыз. Баяу отта. Біздің тамағымыз қайнап жатыр. 2,5 сағат өтті. Өзінің осындай сөліне піскен, өте дәмді, жұмсақ болып еті де піскен. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп